Диазот тетроксидінің азот диоксидіне дейін ыдырауы қайтымды реакцияға жатады. Таза диазот тетроксидін вакуумдалған колбаға салғанда химиялық реакция басталады. Димер молекулалар қоңыр өнім азот диоксидін түзіп ыдырай бастайды. Бастапқыда диазот тетроксидінің концентрациясы жылдам азаяды, ал азот диоксидінің концентрациясы көбейеді. Колбаның іші айтарлықтай қоңыр қайланады. Бірақ азот диоксидінің молекулалары пайда бола бастағанда, олар өзара қайта қосылып, кері реакцияға жүреді. Азот диоксиді көп түзілген сайын, кері процесс арқылы көбірек диазот тетроксиді қайтадан түзіле бастайды. Нәтижесінде диазот тетроксидінің ыдырау жылдамдығы баяулайды. Бұл өз кезегінде азот диоксидінің ары қарай түзілуін тіптен баяулатады. Ақырында, уақыт өткеннен кейін, диазот тетроксидінің және азот диоксидінің концентрациялары одан әрі өзгермейтін тепе-теңдік күйге жетеді. Осы сияқты, бастапқыда тек қоңыр азот диоксиді болса, бастапқы кезеңде диазот тетроксидінің түзілуіне байланысты қоңыр түстің тез түссізденуін байқауға болады. Соған қарамастан, пайда болған диазот тетроксиді қайтадан азот диоксидіне ыдырап, соңында реакция баяулайды. Қайтадан химиялық тепе-теңдік орнайды. Тепе-теңдік кезінде тура және кері реакциялардың әлі жалғасып жатқан түсіну маңызды. Екі реагенттің де концентрациялары тұрақты. Себебі, диазот тетроксидінің ыдырау жылдамдығы кері реакциядағы оның түзілу жылдамдығына тең болады. Басқаша айтқанда, диазот тетроксиді тез ыдырағаны сияқты тез түзіледі. Сондықтан оның концентрациясы өзгермейді. Микроскопиялық деңгейде реагенттер үздіксіз бір түрден басқа түрге түрленетіндіктен, бұл тепе-теңдік түрі динамикалық тепе-теңдік деп аталады. Барлық химиялық тепе-теңдіктер динамикалық тепе-теңдіктерге жатады. Бұл реакция үшін КЦ мәні өте аз. Бұл КЦ формуласындағы алымның кіші және немесе бөлімнің үлкен екенін білдіреді. Алымның мәні кіші немесе бөлімнің мәні үлкен болған жағдайда, тепе-теңдік орнағандағы реакция өнімдерінің концентрациясы реагенттер концентрациясымен салыстырғанда өте аз болады. Бұл, өз кезегінде, реагенттер өзгеріссіз қалатындықтан, реакция жазылғандай іс жүзінде жүрмейтінін білдіреді. Кері реакция үшін КЦ мәні өте үлкен болатын ескеріңіз. Енді реакция өнімдерінің концентрациясы реагенттердің концентрациясына қарағанда айтарлықтай жоғары. Бұл өз кезегінде, егер біз Цельсий бағаны бойынша 600 градус температурада таза азот моноксидін алсақ, барлық азот моноксиді аз уақыттан соң қайтадан азот пен оттегіне айналатынын білдіреді. Қатты қорғасын хлориді мен осы тұздың қаныққан ерітіндісі арасындағы тепе-теңдікті қарастырайық. Тұз бен ерітінді бөлек фазаларда болатындықтан, бұл гетерогенді реакцияға жатады. Сәйкес дәрежеге шығарылған иондардың концентрациясын алымына және қатты тұздың концентрациясын бөліміне орналастырамыз. Бірақ қатты фазада қорғасын хлоридінің концентрациясы тұрақты болатынын ескерген жөн. Сондықтан оны реакция немесе қатты тұзды қосу не жою арқылы өзгерту мүмкін емес. Ол тұрақты болғандықтан, келісім бойынша келесідей қарапайым түрге ие болатын тепе-теңдік тұрақтысының формуласына кірмейді. Бұл реакция үшін Цельсий бағаны бойынша 25 градус температурада тепе-теңдік тұрақтысының мәні 1,7 көбейтілген 10-5 дәрежесі моль бөлінген литрге тең. Мысал ретінде газ фазасында жүретін аммиактың өзін құраушы элементтерден түзілуін алайық. Тепе-теңдік тұрақтысының формуласында реакция өнімдері бөлшектің алымында көрсетіледі. Реакция өнімдерінің концентрациясы олардың стехиометриялық коэффициенттері бойынша анықталатын дәрежеге шығарылады. Осылайша, біз екінші дәрежеге шығарылған аммиак концентрациясын аламыз. Сәйкес дәрежеге шығарылған реагенттер концентрациясы бөлшектің бөлімінде көрсетіледі. Осылайша, бізде бірінші дәрежеге шығарылған азот концентрациясы және үшінші дәрежедегі сутегі концентрациясы бар. Тепе-теңдік тұрақтысының формуласы толық жазылды. Бұл реакция үшін Цельсий бағаны бойынша 25 градус температурадағы тепе-теңдік тұрақтысы 3,5 көбейтілген 10-8 дәрежесі моль бөлінген литрді құрайды.
Натрий гидроксидін мыс тұзының ертіндісіне қоссақ, ерімейтін мыс 2 гидроксидінің тұнбасы түзіледі. Қышқылдың қосылуы гидроксид иондардың артық қалдықтарын жояды және реакцияны қайтымды етеді. Көптеген реакциялар кемінде белгілі бір мөлшерге дейін қайтымды. Мысалы, кальций карбонаты жоғарғы температурада кальций оксиді және көміртек диоксидіне дейін ыдырайды. Төменгі температураларда кальций оксиді көміртек диоксидін сіңіріп, кальций карбонатын қайта түзеді. Шыны сынауыққа кобальт-2 хлоридінің ертіндісі мен тұз қышқылының судағы ертіндісі құйылған. Бөлме температурасында ертіндінің түсі алқызыл болады. Себебі онда гидратталған кобальт-2 иондары бар. Сынауықты қайнап тұрған су бар химиялық стақанға салғанда, ертінді қанық көк түске боялады. Мұндай температурада кобальт катиондары ертіндіде бар хлорид аниондарымен қосылып, кобальт хлор 4,2- комплексті иондарын түзеді. Егер енді мұзы бар химиялық стақанда сынауықты тағы да салқындатсақ, ертінді тағы да солғын алқызыл түсті болады. Бұл төменгі температурада кері реакцияның жүретінін және тетрахлор кобальтат 2 комплексті иондары қайтадан гидратталған кобальт-2 иондарына ауысатынын білдіреді. Бұл реакция қайтымды реакцияның мысалы бола алады. Кацияның өлшем бірліктерін тепе-теңдік тұрақтысы формуласына концентрациялардың өлшем бірліктерін қою арқылы есептеп шығаруға болады. Мысалы, күкірт диоксидінің тотығу реакциясындағы кацияның формуласы мына түрде болады. Әрбір концентрацияның өлшем бірлігіне мөл бөлінген литрді қойып, содан соң қысқартылатын бірліктерді қысқартып, өрнекті ықшамдағанда кацияның өлшем бірлігі литр бөлінген мөл екенін аламыз. Дәл сол сияқты берілген этерификация реакциясы үшін кацияның өлшем бірлігі жоқ екенін табамыз. Бұл жағдайда ол мөлшерсіз шама. Цельсий бағаны бойынша 60 градус температурадағы этерификация реакциясының жүрісі бірде уақыт аралығында реакция қоспасының сынамасын алып, оны сілті ертіндісімен, мысалы, натрий гидроксидімен титрлеуден тұрады. Аздаған уақыттан соң тепе-теңдік орнайды, қайта титрлеу процестері дәл сондай нәтиже беретін болады. Титрлеу кезінде қолданылатын сілтінің көлемі сірке қышқылының тепе-теңдік концентрациясын анықтауға, содан соң басқа реагенттердің тепе-теңдік концентрациясын, ақырында кация тепе-теңдік тұрақтысын анықтауға мүмкіндік береді. Ағаштың жануы қайтымсыз реакцияның мысалына жатады. Газ тәрізді жану өнімдері мен күлден бұл материалдың күрделі құрылымын қайта жасау мүмкін емес болушы еді. Қайтымсыз реакцияның тағы бір мысалына ертіндіде барий сульфатының тұнбаға түсуі жатады. Бұл тұз қышқылы мен сілтінің сулы ертінділерінде өте нашар еретіндіктен, кері процесс ерудің жүруі іс жүзінде